Сәлеметсіздер ме? Мен Сайын Шапағатов мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі Қайырмұхамбетова Айнұр Жақсылыққызы. Құрметті әріптестер, бүгінгі білім беру жүйесінде сабақ беру мұғалімнің кәсіби шеберлігін, шығармашылық ізденісін және педагогикалық мәдениетін көрсететін маңызды алаң. Бір күнгі сабақтың басты мақсаты тек білім көрсету емес, оқушының ойлауын дамыту, белсенділігін арттыру және өмірлік құндылықтарды қалыптастыру. Қазіргі заман мұғалімі дәстүрлі түсіндірумен ғана шектелмейді. Сабақ барысында сын тұрғысынан ойлау, топтық және жұптық жұмыс, диалогтық оқыту, ойын элементтері, зерттеушілік тапсырмалар сияқты әдіс-тәсілдерді тиімді қолданылады. Бұл тәсілдер оқушыны дайын ақпаратты қабылдаушы емес, білімді өздігінен құрастырушы тұлға ретінде қалыптастырады. Мұғалім сабақ барысында бағыттаушы, ұйымдастырушы, кеңесші рөлін атқарады. Әр тапсырма оқушының жас ерекшелігіне, қабілетіне сай құрылып, нақты оқу мақсатына жетуге бағытталады. Сабақтағы әдіс-тәсілдердің тиімділігі оқушының еркін пікір айтуын дәлелдей білуі және бірін-бірі тыңдау мәдениетінің қалыптасуын көрсетеді. Мен өзімнің әрбір сабағымда оқушылардың тақырыпты тез әрі түсінікті етіп есте сақтап қалу үшін тапсырмалар ойластырып жүремін. Соның бірі ретінде мен әр тақырыпқа арнап жұмыс парақшасын әзірлеймін. Оның тиімділігі оқушылар тақырыпты меңгеруде неге көп көңіл бөлу керектігін нақты жазып көрсету. Оқушыларға дайын постер ретінде беру арқылы олардың ойларының жинақталуына назар аудару. Жұмыс парағын көбіне топпен орындайды. Орындау барысында оқушылар арасында диалог орнайды. Тапсырманы жазу үшін топтың ішінде талқыға салады. Нақты шешімді ғана жазады және оның сыныптың алдында дәлелдеп береді. Бұл оқушылардың өз ойларын нақты айтуға және өз шешімдерін дәлелдеп беруге үйретеді. Қазақстан тарихында көтерілістер туралы өте көп тақырыптар өтіледі. Бұл тақырыптарды қабылдау кейбір оқушыларға қиындық туғызады. Сондықтан мен бұл тақырыптарды өткен кезде қатпаршақ әдісін қолданамын. Бұл жерде оқушылар сол тақырып бойынша нақты қадамдар мен жұмыс жасайды. Көтеріліс басшысын, көтерілістің болған жылдарын, орын алған жерін, көтерілістің басталу себептерін, негізгі оқиғаларды, жеңілу себептерін және тарихи маңызын анықтап, сол парақшаларға жазады. Бұл да оқушылардың оқулықпен жұмыс жасауын, мәтіннен негізгі ойды анықтауды және өз ойын дәлелдеуді үйретеді. Сабақтарында жиі қолданылатын әдістердің бірі Тарси әдісі. Бұл әдісті сабақтың басында және соңында қолданған тиімді. Үй тапсырмасын сұрауда және сабақты бекітуде. Топпен де, жұппен де, жеке де орындауға болады. Әр түрлі формада, әр түрлі түсте таратып беріп, сұрақ-жауап ретінде оқушыларға ұсыну. Оқушылар ойын ретінде қабылдағанмен де, бұл олардың білімдерін шыңдайды, нақты сұрақтың нақты жауаптарымен біріктіреді. Қазіргі интернеттің дамыған уақытында жасанды интеллект пайда болды. Бұл оқушылардың өздігінен ойлануын тежегенмен де, платформаларды, тапсырмаларды орындау кезінде оқушылардың қызығушылықтары артады. Сондай қызықты платформаның бірі Learning Apps. Бұл платформада тапсырмаларды құрастыру, оқушыларға орындату өте оңай және тиімді. Себебі бұл платформада мұғалімдерге арналған тегін платформалардың бірі. Викториналық сұрақтар, сәйкестендіру, сыңарын тап, уақыт сызығы бойынша орналастыр, кроссворд, бәйге ойындары бар. Әр тақырыпқа әр түрлі тапсырма жасауға болады. Оқушылар оны қызыға орындайды. Мен өз тәжірибемде өзім сабақ беретін сыныптарға осы Learning Apps платформасын үнемі қолданамын. Келесі EducaPlay платформасы. Викториналық сұрақтар, сәйкестендіру, сыңарын тап, уақыт сызығы бойынша орналастыр, кроссворд,
иә немесе жоқ тапсырмасы бар. Бір ерекшелігі, бұл жерде тапсырмалар түрлі түсті форматта беріледі. EduCaplay цифрлық платформасын қолдану оқыту сапасын арттырудың тиімді әдіс тәсілдерінің бірі болып табылады. EduCaplay платформасын қолданудың тиімді жақтары: оқушы қызығушылығын арттыру, ойын элементтері, ұпай, рейтинг, уақыт шектеуі оқушылардың белсенді қатысуына ықпал етеді. Ал білімді бекітуге тиімділігі тапсырманы орындау барысында оқушы қателерін көріп, түзету мүмкіндігіне ие болады. Нәтижесі бірден көрсетіледі. Танымдық дағдыларды дамытуда оқушылар деректерді талдау, салыстыру, есте сақтау және логикалық ойлау қабілеттерін дамытады. Мұғалім үшін қолайлы жүргізілген жұмыс нәтижесі автоматты түрде сақталып, оқушылардың жетістіктерін бақылауға және саралап бағалауға мүмкіндік береді. Сабақ құрылымына ыңғайлы EduCaplay тапсырмаларының сабақтың барлық кезеңінде жаңа материалдарды меңгерту, бекіту, қайталау және қорытындылау кезінде тиімді қолдануға болады. Тарих пәніне нақты пайдасы тарихи даталарды есте сақтауға, тұлғаларды тануға, оқиғаларды жүйелеуге және картамен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіруге ықпал етеді. EduCaplay платформасын қолдану оқушылардың оқу жетістігін арттырып, қызығушылығын күшейтіп, оқу үдерісін интерактивті және нәтижелі етеді. Қазақтың көрнекті педагогі Мағжан Жұмабаев бала тәрбиесі бір өнер, өнер болғанда да ауыр өнер деп ұстаз еңбегінің жауапкершілігін ерекше атап өткен. Сондықтан ұстаздық мамандығын таңдап алғаннан кейін әрбір балаға білім мен тәрбиені қатар беру бұл біздің міндетіміз деп ойлаймын. Ал қазіргі заманауи дамыған заманда ұстаздар да қалыс қалып жатпағанын айта өткен жөн. Ал тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев білімді ұрпақ ел болашағы деп білім мен тәрбие мемлекеттің стратегиялық негізі екенін айқындады. Бүгінгі сабақтарда мұғалім тек білім беріп қана қоймай, адалдық, еңбекқорлық, жауапкершілік, отансүйгіштік сияқты құндылықтарға да бойға сіңіреді. Бұл адал азамат тұжырымдамасының негізгі бағыты қорытындылай келе күнделікті білім беру, тәжірибе алмасу, кәсіби өсу және сапалы білімге апарар жол. Әрбір қолданылған әдіс тәсіл оқушы болашағына салынған инвестиция. Ұстаз еңбегі елдің ертеңін қалыптастыратын ұлы миссия. Назарларыңызға рахмет.